Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің каналыма қош келдіңдер. Бүгінгі тақырыбымыз А дыбысы мен әріпі. Балалар, әріп дегеніміз бұл не еді? Таңба. Біздің дыбыстап айтқан сөздерімізді таңбалап жазу, дәптерге түсіру, кітапқа түсіру, оның барлығын біз әріптермен не қыламыз? Дәптерге жазамыз, оқимыз. Бүгінгі өтетін әріпіміз А дыбысы. Қараңдар, не көріп тұрсыңдар суретте? Ара, ара деп айтып көрейікші кән. Ара, ара. Бірінші әріпі А. Енді суретте не көріп тұрсыңдар балалар? Ананас. Кән, бәріміз бірге айтамыз. Ананас, ананас. Бірінші қандай әріп естіп тұрық? А әріпі, Енді балалар, келесі суретте қараңдар. Не көріп тұрмыз? Алма, алма. Көрдіңдер ме? Бірінші қандай әріп естіп тұрмыз? А, Міне келесі суретте. Алмұрт. Қандай әріп естіп тұрмыз? Алмұрт. А дыбысын естіп тұрмыз, балалар, Келесі суретті көреміз. Асқабақ, асқабақ. Бірінші қандай әріп естіп тұрмыз? А әріпін естіп тұрмыз, Келесі суретті көріңдерші. Апельсин, апельсин. Бірінші қандай әріп естіліп тұр? А әріпі естіліп тұр, Көріңдер ме, балалар? Бірінші әріп А әріпі екен, А әріпі, балалар, жуан дауысты дыбыс. Айтқан кезде аузымыз ашылып айтылады екен. Балалар, келесі суретке қарақшы. А әрпінен басталатын жабайы тіршілік иесін тап дейді. Піл. Адам бастала ма? Жоқ. Аю. Адам бастала ма? Адам басталады, Зебра. Адам бастала ма? Жоқ. Жылан. Адам бастала ма? Жоқ. Арыстан. Адам бастала ма? Адам басталады, Маймыл. Қандай әріптен басталып тұр? Адам басталып тұр ма? Жоқ. Сонда балалар, бұл жерде қандай жануарлар адам басталады екен? Аю және арыстан. Тамаша, балалар. Тыңдағандарыңа рахмет, балалар. Менің каналыма тіркеліп, жазылып алыңдар. Сендерге күнделікті жаңа сабақтар шығып отыратын болады.